Адам өмірі отбасынан басталады. Адам отбасынан азамат болып қалыптасады. Отбасы махаббат, құрмет, береке мен сүйіспеншіліктің көзі. Соның негізінде кез келген өркениетті қоғам құрылады. Өмірдегі алғашқы маңызды қадамдар да отбасында жасалып, азамат болып қалыптасу да осында өрбиді. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрметтеудің, ынтымақтастықтың ошағы. Отбасының аман саулығы әрбір елдің дамуы мен келешегінің өлшемі. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Через крепкие семейные узы из поколения в поколение передаются все самые лучшие духовно-нравственные ценности нашего народа. С семьи начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности. То, на чем строится любое цивилизованное общество. Құрметті Қарабалық тұрғындары, сіздерді Альмухамедовтар отбасынан отбасы, халықаралық отбасы мерекесімен құттықтаймын шын жүректен. Әр отбасында тек қана қуаныш, береке болсын. Отбасы мүшелерінің денсаулықтары мықты болсын. Біздің отбасымыз шағын отбасы деп болады. Айтады ғой, отбасы шағын мемлекет деп. Осы кішкене мемлекетіміздің төрағасы Меке Қайырхан Байханұлы. Енді мен отанасы Биғанша Темірғалиқызы, келінім Әйгерім, немерем Амира. Алла тағала осы отбасы мерекесі құтты болып, осындай жақсылықтарға кездесуге нәсіп етсін. Алла қаласа отағамыз маусымның 15-іне 70-ге толады. Балам үйленгенде біз отасқанымызға 40 жыл еді. 13-ші жылы 7 жыл тату-тәтті өмір сүріп келе жатыр. Сағындым әже, сағындым, ағайын туған бауырды, қуаттанып келген топырағынан ауылдың. Сағындым әже, сағындым. Жүрек бір ауыз айтса болды. Ал, бәріңізге де қуаныш береке. Құрметті жерлестер, сіздерді өз отбасымыздың атынан халықаралық отбасы күнімен құттықтаймыз. Отан отбасынан басталады. Әр шаңырақта береке, бірлік болсын. Отбасым менің жүрегім, отбасым менің тірегім. Отбасым менің отаным, тек сен деп соғар жүрегім.